Кеш жарық, бүгінгі видеода Django проекттің бастапқы бөлігін қалай тез көтеруге болатынына тоқталамыз. Негізгі ресми сайт арқылы асықпай бір-бірден оқып жасаса болады. Алайда біз уақыт үнемдеу үшін дайын библиотека қолданамыз. Django Cookie Cutter. Бұл жерде барлығы ғана жазылған. Қалай көтеру керек екені, мысалы мында екі команда арқылы өзіңізге мына жерде керек қызметтерді таңдайсыз. Болды. Енді проектке көшсек, бірінші бөлігін GitHubқа салып қойдым. Мына жерден қарасақ, пайчарымнан біздің файлдарым папкалар. Және мен біздің проектті локальный PostgreSQL базасына қосып қойдым. Осы жерде барлық мәліметтер тұр. Және базаны локальный құру үшін арналған анықтаманы мына жерге жазып қойдым. GitHub'тың екінші бөлігінде. Енді проектті локальный көтерейік. Админ панельге кірсек, мына жерде мен екі тілді қосып қойдым. Қазақ тілі, ағылшын тілі. Әзірге бізде тек бір кесте бар. Әзірге осы. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға немесе телеграм чатқа жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.